single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. Саламатсыздар, құрметті қыздар, ханымдар. Сіздермен бірге мен Ақмарал. Бүгін осындай әдемі сюртюк капюшонымен тігетін боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бұндай сюртюкті тігуге бізге кез келген сырт киім тігетін мата керек. Кожзаменитель болса да базарларда сатып жатыр ғой. Мокрый теленок деді ма, сондай бір нәрсе деп айтады. Мынау менде алған матам қалыңдау трикотаж, кішкене созылады. Осы матадан тігем. Маған бұның суреті ұнады. Негізі суреті көлденең түсу керек, бірақ мен ұзыннан түсірем. Қазір осы алдыңғы бөлік, артқы бөлікті қырқып аламыз. Және жеңін қырқып аламыз капюшонымен. Жанына екі қалта жасаймыз. Тігіске артқы бөлігі, алдыңғы бөлікті қырқып аламыз. Сәл трапеция етіп қырқам. Сюртюктің ұзындығы 1,20 сантиметр. Және алдыңғы бөлікті 2 сантиметр, тігіске 2 сантиметр қалдырамыз. Себебі бұл сыртқа киім, жемпірмен киюге ыңғайлы болу керек, тырысып қалмау керек. Сол үшін бұлардың тігіске қалдыратын сантиметрлері 2-2,5 сантиметр. Қазір осы артқы бөлікті қырқып алам. Матамызды екке бүктеп алдық. Артқы бөлігін қырқып алдық. Мынау алдыңғы бөлік. Алдыңғы бөлікке сразу мына жерге подборд қосу керек. Мен осылай артығымен 7 сантиметр алдым. 7 сантиметр артығымен бұлай бүктеген кезде мына жерге қазір дублерин жапсырамыз. Замок немесе түйме тігуге керек. Бөлек қырқуға да болады, бірақ мен уақытты үнемдеу үшін бірге осылай қырқып аламын. Артығымен қырқасты 7 сантиметр. Сол бізге подборд болады. Енді алдыңғы бөлікті қырқып аламыз. Мұны осылай 7 сантиметр. Міне екі бөлігін қырқып алдық. Мынау артқы бөлік, мынау алдыңғы бөлік. Мынау 7 сантиметр подбордына. Дәл осылай пальто тігетін болсаңыздар да осылай қырқып аласыздар. Және бұған тігіске уже 3-3,5 сантиметр қалдырасыздар. Себебі пальтоның матасы қалыңдау болады. Енді жеңін қырқамыз. Міне жеңін осылай қырқып аламыз. Ұзындығы 65 сантиметр, 5 сантиметр қайырып тігуге.
осыны дәл осылай қырқып аламыз. Міне жеңін қырықтық, енді капюшон осындай төрт бұрышты етіп аламыз матаны, екіге бүктеп. Мынау капюшон артқы бөлігін сәл доғалдау етіп қырқып аламыз да. Және мынау желке жағын сәл кішірейтеміз. Міне мынау капюшон болады бізде. Енді бәрін бір-біріне қосып тігеміз. Енді тігеміз. Екі иығын қосамыз бір-біріне. Мынау екі иықты бір-біріне қосамыз. Оның алдында мынау подбортымызға 7 см дублерин жабыстырып аламыз. Міне екі иығын қосып оберлоктадық. Мынау выточкин тіктік екі жағына. Алдына флизелін жабыстырдық. Енді қалтасын тігеміз. Қалтаны тігу үшін мынау қолтықтан төмен қарай бір стандарт бойынша 30-35 см адамның бойына байланысты киіп көріп, қалтаның примерно жерін өлшестерді осылай 12 см ара қашықтығын белгілеп, осындай кішкене рассечка жасайсыздар. Екі жағы бірдей болу керек. Арғы жағында дәл осылай жасайсыздар. Және де міне астар матасынан осылай қалтаның іш жағын қырқып алдым. Енді осыны қазір тігіп аламыз. Ашып, рассечкаға бас жағынан 1,5 см қалдырып, осылай 1,5 см қалдырамыз. Түзу етіп, рассечкаға дейін тігіп аламыз. Және екінші жағына да алдыңғы бөлігіне тіктік. Енді мынау артқы бөлігіне осылай тігіп аламыз. Рассечка 1,5 см жоғары қалдырып, екінші рассечкаға дейін тігіп аламыз. Мына жер қалдырмасаңыздар, сізге мынаны бірге қосып оберлоктауға қиын болады. Сол себепті 1,5 см мына жақтан қалдыру керек. Ал мынау екінші рассечкаға дейін тігу керек. Осы ара қашықтықты тігіп аламыз қазір. Міне екі жағына қалтасын тігіп алдық. Енді бір-біріне беттестіріп, міне мына жағы осынша артылу керек. И жоғарғы жағынан міне 1,5 см осылай артық болу керек. Себебі бір-біріне қазір айналдыра тігіп, айналдыра осылай тігіп шығамыз мына жерге дейін. Айналдыра тігіп, оберлоктап аламыз. Мына жағында былай тігіп, бір-біріне қосып. И барлық шетін осылай қалтаны оберлоктап аламыз. Мына қалтасын оберлоктап тіктік. Ашқанда міне қалта. Қол сияды. Кәдімгі қалта болды. Енді шетін бір-біріне қосып, бұны да оберлоктап аламыз. Жақсылап тігістерін үтіктеу керек. Іш жағынан осындай болып тұрады қалтамыз. Тігіп осы жерін екі жағында оберлоктап жақсылап үтіктейміз. Енді мынау капюшон шеттерін тігіп оберлоктадым. Енді жеңін солай қосып бір-біріне. Жеңін қосамыз. Бұлай тігеміз, оберлоктаймыз, үтіктейміз. Одан кейін қолтығын қосып тігеміз.
Міне тіктік. Енді осыны қолтығына қосамыз. Міне инемен қыстырып алдым бас жағын және тігіс жағын. Қолмен көктеп тігіп алсаңыздар болады, 1,5 сантиметр. Мына иығын киіп көріңіздер, егер иығы үлкен болса, 1,5 сантиметр қырқып аласыздар. Мен жаңа киіп көрген едім, 1,5 сантиметр қырқып алып тастадым, себебі иығы түсіп тұрды. Енді осыны айналдыра тігіп, оберлоктап аламыз. Міне жең қосып, оберлоктап, осылай тігіп алдық. Енді жеңнің етек жағында 4 сантиметрдей тіктім. 4 сантиметрдей мені қайырып тіктім. Барлығын жақсылап үтіктейміз. Екі жағында бірдей тіктім. Енді етегінде оберлоктаймыз. Алдыңғы несін дублерін жасаған жерімізді де қайырып 5 сантиметр қайырып строчка жүргізу керек. Одан кейін замок тігу керек. Қазір біз алдымен капюшонын қосамыз. Капюшонын қосып аламыз. Одан кейін алдындағы мынау замогын тігеміз. Міне капюшонды мойнына қосып қыстырып алдым инемен. Қазір тігіп оберлоктап аламыз. 1,5 сантиметр қалдырып оберлокқа. Міне мынау біздің капюшон. 3 сантиметр осылай тіктім. Тігіп оберлоктап. Енді қазір мына мойнына қосып, одан кейін замок тігеміз. Түсінікті ғой, алды жағы. Осылай тігіп аламыз. Міне капюшонын тігіп алдым. Және оберлоктадым. Енді мынау 5 сантиметр қайырдым алдындағы. Замогын тігу үшін міне қыстырып алдым инемен. Қазір осыны замок тігетін арнайы лапкамен тігіп шығам екі жағына. Одан кейін етегін қайырамыз. Міне осылай. Замогым менің 1,20-ға жетпейді. 1 метр ма, или 80 сантиметр ма. Ничего, ары қарай ашық тұра береді да. Тізеге шейін жабады екен. Осы замокты қоям. Міне. Тігіп шығамыз замокты. Бір 2 миллиметр дейма. 0,5 или 2 миллиметр тігіске қалдырып тігеміз. Арнайы замок тігетін лапкамен тігеміз. Міне замогын тіктім. Енді жерінен де 4 сантиметр тағы шов түсіруге болады. Қаласаңыздар түсіресіздер, қаламасаңыздар түсірмейсіздер. Енді етегін қайырып тігеміз. Ол үшін бізге алдымен мына бұрышы, алдыңғы бұрыш. Осыны бұлай аударамыз. Мына жерден 4 сантиметр тігіп аламыз. Міне бұлай 4 сантиметр. Одан кейін қайттан аударып, бұлай ары қарай тігіп кетеміз. Міне осылай тіктік. Енді аударамыз. Бұрыш осылай шығарып аламыз.
И ары қарай, міне, ары қарай осылай 4 сантиметр тігіп шығамыз. Міне етегін тігіп шықтым, міне осындай болды. Мына жерін енді до конца тігеміз. Замоктың астыңғы жағын. Егер сіздің неңізді қысқа қылсаңыз, немесе замогыңыз ұзын болса, онда бұлай тікпейсіздер. Және де мынау бұлай шошайып тұрмас үшін закрепка жасайсыздар, немесе қолмен үстіп төмен қаратып, міне қолмен үстіп тігіп қоясыздар, немесе жерінен кішкене 1 сантиметрлік бұлай закрепка жасасаңыздар, но сонда осылай аккуратный болып тұрады. Сонымен бітті біздің осындай стильный, креативный киіміміз, сюртюгіміз. Міне қыздар, ханымдар, сюртюгіміз аяқталды. Сіздер де осылай тіге аласыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.